балама да қатты стресс болған. Бірнеше түн бойы біз 5-ші тамыз, бүгін 8-ші тамыз, түн сайын шыңғырып жылайды. Жөнді ұйықтамайды. Енді далада жүргенде бейтаныс әйелдерді көрсе, маған қысылып, құшақтап, көзін жұмады, қорқады. Енді қоғамдық жерде баруға қорқады. Бұл жай әкімшілік іс емес, бұл қылмыстық іс. Сәлеметсіз бе, менің есімім Саят Ажар. Мен өзімнің және 5 жасар баламның құқығын қорғауға көмек көрсетуге қауымның көмегін сұраймын. Мәселен, 5 тамызда Павлодар қаласының Ертіс қонақ үйінің фитнес-клубында бір бейтаныс әйел менің балама қазақша сөйлегені үшін оған айғайлай бастады. Біз душтан тыс жерде киім ауыстыру бұрышында балама заттарын реттеп шыға берісте болған едік. Сонда балам тек қана таза қазақша сөйлеген. Сол кезде душтың ішінен бір әйел айғайлай бастады. Үндемесін деп ақыра бастады. Балам шошыққаннан қатты шошып, сасып, маған қатты құшағына қысып көзім жұмған. Мен сонда ыза болып, жай оған жоқ, үндемейтін тұрмаймыз дедім. Бұл қоғамдық жер, ұнамаса, онда жеке саунаға бір жаққа бармай ма деп. Сосын өзім душ кабинасына